Арал аудандағы қуаңшылыққа байланысты Болат Өтемұратовтың қорынан бөлінген 213 миллион теңге бүгінде Аралым Айдын Шалқарым қоғамдық қорына келіп түсті. Ол қаржыға бірінші кезекте аз қамтылған, қорасындағы азын-аулақ малмен күн көріп отырған отбасыларға жем алып беріледі. Нақтырақ айтсақ, аудандағы тұрмысы төмен 798 отбасы 900 тонна жеммен қамтамасыз етіледі. Сонымен қатар шабындық жерлер мен көлдер жүйесін суландыру мақсатында Аманөткел ауылындағы Аспай су ағытқысы жөнделмек. Бұдан бөлек Беларан ауылдық округіне су таситын арнайы КАМАЗ автокөлігімен 2 су айдау насосын сатып алу және осы ауылға бір су ұңғымасын қазу жоспарлануда. Осы жұмыстарға кететін қаражаттың тиімді жұмсалуы мен жем-шөптің таратылуын қоғам өкілдерінен құрылған арнайы комиссия бақылайтын болады. Қорасында 5 ірі қараға дейінгі және 10 уақ малға дейінгі малы барларға тегін жем тарату жұмыстары жалғасып жатыр. Қазір бірінші легі келіп, Сексеуіл кентіне 150-ге жуық отбасыға таратылуда. Сонымен қатар аудандағы Қамыстыбас және Арал қаласына 2 жерге тағы да нүкте белгіледік. Жақын елді мекендер сол жерден келіп алып кететін болады. Алдымызда осы шілде-тамыз айларында бұл жұмыстар жалғасады. Әрбір ауылдық округтың әкімдігі жанынан қоғамдық кеңес және жұмысшы топ құрылып белгілейді отбасыларды. Сол отбасылардың санын бекітіп, аудандық жұмысшы тобына ұсынып, сол жұмысшы топ аудандағы Аралым Айдын Шалқарым қорына береміз.